Ақсақ Темірдің аманаты. Оқыған Ләззат Әлдибай. Жалған дүниеден өтер алдында жарты әлемді жаулаған Әмір Темір жанындағыларға аманат айтты. Мен өлген соң жылап-сықтап дауыс көтермеңдер. Оның түкке қажеті жоқ. Ажалды біреу айқайлап қорқытып қуады ма екен? Киімдеріңді жыртып, жынды адамша жүгіргеннен гөрі Алладан Аллаху Әкбар деп маған мейірім тілеңдер. Жүрегімді жылыту үшін Фатиханы оқыңдар. Жарты әлемді жаулаған Әмір Темір де мейірімге мұқтаж. Бір кем дүние. Құр алақан, жарты әлемді жаулаған тағы бір жаһангер Александр Македонский Ескендер Зұлқарнайын өлген соң табыттан қолы шошаңдап шыға беріпті. Бір данышпан алақанына бір шөкім топырақ салған соң ғана қолы сылқ етіп табытқа түсіпті. Сөйтсе Ескендір тірілерге: «Ей жарандар, мен дүниенің жартысын жаулап алтыннан тау тұрғызсам да, о дүниеге ештеңе алып бара жатқан жоқпын. Міне, қараңдар» деп алақанын ашып көрсеткен екен. Қайран дүние, тіршілікте кім тойған? Адамның ашқарақ көзі топыраққа ғана тояды. Бір кем дүние.